Жерді тегістеп ойлайтындар туралы шындық. Көз алдыңызға елестетіңіз, бір топ адам картаға қарап, жерді домалақ емес, жалпақ деп дәлелдеуге тырысуда. Олар айтады, ұшақтар тікелей ұшса, неге жердің қисықтығын көрмейміз, немесе егер жер домалақ болса, төменде тұрған адамдар неге құлап кетпейді. Тегіс жер теориясын жақтаушылардың ойынша біздің әлем алып диск тәрізді, ал оның шетінде Арктика мұз қабырғасы бар. Бұл қабырға НАСА мен құпия үкімет агенттіктерімен қатаң қорғалады, өйткені егер біреу шетіне жетіп, арғы жағын көрсе, шындығы ашылады. Бірақ күтіңіз. Бұл теорияның ең шошырлығы олардың пайымдауынша ай мен күн аспандағы шам сияқты жай ғана айналып жүр. Ал ғарыш? Олардың айтуынша, ғарыш деген мүлде жоқ, ал жерден шыққан адамдар арнайы дайындалған актерлер. Қазір күліп отырған шығарсыз, бірақ тегіс жер теориясына сенетіндердің саны күннен күнге артып келеді. Әсіресе, интернет заманында олардың қауымы көбейіп барады. Олар тіпті ғылыми дәлелдерді жоққа шығарып, глобустарды сататындар үлкен қастандықтың бір бөлігі деп сендіреді. Ал ең қорқыныштысы, кейбіреулер тіпті Антарктидаға барып, жердің шетіне жетпек болған. Бірақ олардың көбі не жоғалып кеткен, не белгісіз себептермен саяхаттарын тоқтатқан. Бір жігіт өз қаржысын жинап, арнайы экспедиция жасамақ болған, бірақ белгісіз себептермен жоспары іске аспай қалды. Тіпті тегіс жерді дәлелдеу үшін өз зымырандарын ұшырып, аспанға көтерілгендер де бар. Бір америкалық азамат жердің тегіс екенін дәлелдеймін деп өзі құрастырған зымыранымен ұшып, өкінішке қарай қайғылы жағдайға ұшыраған. Сонда бізге өтірік айтылып жатыр ма? Жердің формасын жасырудың қандай құпиясы бар? Ал сіз қалай ойлайсыз, біз домалақ әлемде өмір сүріп жатырмыз ба, әлде бәрі біз ойлағаннан да жұмбақ па?